Assalamu alaikum hurmatlı біздің Муз-ТВ YouTube kanalımızın kattалушылары. Бүгін 2 декабрь қыш мезгілінің 2 күні Өзгөндүн мал базарын сіздерге тартып көргөзүп беребиз тугандар. Азыр базарга жетейин деп калдык. Ушул жолдо базар бүткөндөн кийин бүтөр малда пробкалар болуп көрбөгөндөй ушул жолда башталат пробкалар. Мынакей тугандар, биз менен чогуу болуп, базарды чогуу көрүңүздөр. Базарга келип калдык азыр, андыктан баштайбыз биз тугандар. Мынакей тугандар, жылкы базарга келдик, тартып баштадык, караңыздар. Кайсы? Ортодогу? Ортого баклашка ташталыптыр азыр. Ушуну кичине тартып көргөзөлү дагы. Жылкылардын бааларын, баарын номерлери менен алып көргөзүп беребиз тугандар. Андыктан кичине келеге көңүл бөлөлү. Saat kaç oldu? Bunlar Jodar polvan. Ya assalamu alaikum, gel. Steletten bakmamıza steletten. Мынакей тугандар, азыр ушул ак жалатты сиздерге тартып көргөзүп беребиз, номерлери менен алып беребиз. Улактын аты экен. Жакшы ат деп караңыздар. Өздөрү билип көрүнүп эле турат. Азыр жанына барабыз дагы, жанынан тартып, номерин алып, каяктын аты экен, так маалыматтарды беребиз тугандар. Тугандар, азыр бийиктен тартып көргөзгөн ат, жашы 5 жашта экен. Басы 120 000 сом болот тур. Улакка аябай жакшы экен. Улактын аты. Азыр ушул аттын сиздерге номери менен алып берейин. Номерин сурагандар аябай көп болду. Ошо колдон келишинче номерлерин алып берейин. Номериңди айтып койсуңбу? 771 менен 44 42 43 Ушул номерге чалсаңыздар болот. Каяктын аты? Заргердин аты, Өзгөндүн Заргердин аты экен тугандар. Андыктан чаласыздар. Акжал кимге жаккан болсо. Мынакей бүгүн базар негедир аябай тынч болуп өтүп атат. Азыр кызуу башталса керек, соода алып сатуулар. Мынакей бул жерде ээр сатып атышат. Ээр саткандай, саткандар ат саткандай болуп катуу соода жүрүп атат, караңыздар. Элдердин баары топтолуп калды. Азыр канчага бул ээр бааланды экен, азыр көрөлү. Мынакей ушул эки ээр $100 сатылыптыр. Мына көк аттын басы 200 дейт, жашы 5 асы дейт. Азыр тартып көргөзөбүз. Улагы гарантия деди. Мынакей жанагы 200 000 сом деген ат, көк ат. Караңыздар, 5 асы экен, аябай чоң ат экен. Азыр ушул жигиттин номерин алып берели. Эгер номерин берген болсо, чаласыздар. Досым, ат кайердики?
At qayerdi ke? Karagülzalıq aka. Karagülcan nomerini berбейсің mi? Nomerini. Бере албайсың ба? Номерін бербейді екен мына туғандар. Бесплатный рекламаға номер берішпесе не дейміз, айла жоқ. Не болып кетті? Мына жерде бір топ-олаң болып кетті. Қиқырықтар шығып өлі. Шында Қашқаттың защитасы жақсы екен көріп отырсыздар өзіңіздер тағы. Мынау шы тораттың басы 200 мың сомда одады екен. Жаңа сайдағы атты одады. Мына кет оны ұшыл жаңа сайдағы ат. Чақан ғана аты екен, 75 мың сомда одады екен. Бұлар арзанырақ аттарды тартып берді деген біздің подписчик қатталушылар үшін. Ушул атты 60 мың сомға сұраптыр. Бірақ беріліп етір. Магазин басы 75 мың сомда одады екен. Тоғаттар асалып өт. Уже бұл қазіргі аттың содасы мына жерде башталып кетті. 75 мың сомда одады. Арзан айтып тұр туғандар. Ат жақсы аттай көрініп тұрады. Жақсы ат екен, чақан ат екен. Мынау ұшыл сіздер көріп тұрған аттың жасы жаңасы екен. Көте сыныдағы жақсы екен, қараңыздар. Бағасы 120 мың сомда одады. Бұл аттың улағы жоқ екен. Аз менеліп жүрген ат екен, сондықтан бағасы 120 мың сом деп айтылып тұр. Мики брат. Kalk, stop bakın. Stop bak, stop bak. Жақсы не? Мына кет оғандар ұшыл, сіздер көріп тұрған чоң ат, қара аттың бағасы 300 мың сомда отыр, бірақ меніп тұрған иесі емес екен, номерін сұрайын десем. Мына кет оғандар ұшыл, бір көзі көрады екен. Ұшы атты 60 мың сомға азыр сұрап отады. Азыр сатылайынып қалды, өзі 60 мың сомға бербеген екен ертемененке. Бағасы азыр қайра. Кішілер 60 мың сомға сұрап отады. Азыр атты мені көрішіп, жақса сатылады. Азыр соданы чоғы көрелі. Қаншаға сатылған. Бұнайған артқа көр атын содасы жүр отады. Bir yarım sonra bak, bir yarım verelim. Sen bunları bulup bir al. Kendine seni su haline getirmişsin. Мына қара ат жазғы айкасы екен, басы 130 мың сом дейді. Ат туғандар аябай бүгін өте көп ішіп тұр, ошол үшін тартыш азмаз қиыншылықтары жаратып атады. Жазғы айкасы 130 мың сом ұшылады екен. Қара, чум қара түстегі. Улаққа жүгірген бе? Улаққа жүгірген бе? Ulak енді бар yok şunlar. Номеріңізді айтып болшы? Номеріңізді? 0550 550 58 70 70 70.
558 58 70 70 ha. Mына азыр аттың иесінің номерін башқадан алып берейін. Жазғы икасы дедіңіз, а? Қаяқтың аты? Жалауаттық қой. Жалауаттың әрі? Сузақтық, а? Номеріңіз айтыңызшы. 0558 0558 70 70 70, а? Номерді өзгеше номер екен. Сондықтан мына аттың толық түзілуші туғандар. Шалсаңыздар болады. Мына кетуғандар бұл аттың толық түзілушіндағы тартып қойылы. Қара ат екен. Номері да өзгеше 70 70 70. Мына ушыл ат 72 мың сомға сатылып алынып кетіп жатады. Мына ушыл ат 105 мың сомға алынып тұр, бұлағы бар екен. Мына кетуғандар ушул чоң ат, жайдақ атты тартып көргөзүп коюн. Аябай чоң ат экен, бийик ат экен. Жерде кашка азыр бул аттын жашы кандай, номерин бир жолу сиздерге алып берели. Seni görem ne? Эгерде бул ат жаккан болсо чалсаңыздар болот. Аттын жашы кандай? Учасы каяктын аты? Ушул ат кимге жаккан болсо, бою да бий экен, багга коюп үйүргө койсо болот экен бул атты. Азыр номерин айтып коюн, чалсаңыздар болот. Номериңди айтып койчу. 0772 менен 090909 090909 бүгүн жалаң өзгөчө номерлүү жылкы саткандар чыгып атат. Караңыздар 090909 эгерде бул ат сизге жаккан болсо чалсаңыз болот. Азыр бул жагынан да кичине тартып көргөзүп коюн. Мына сатылган акча үчүн сурап коелу. Сатылдыбы? Сатылды. Канча болду? 80 миң. 80 миң болду, а? Батыргандайсың, толук дедиңби? Ушул ат 80 миң сомго сатылыптыр. Акчасын саналып сатып бул жакта. Томатың. Мынакей. Ушул ат 85 миң сом экен. Көпчө. 4 өтөдү. Баягы чоң аттын толук көрүнүшү мына. 85 миң сом экен. Мынакей тор ат. Ушул тор атты дагы сурап коелу. Жакшы ат экен, көрүнүшү дагы. Канча дода сатты? 120. Улагы барбы жокпу? Баяктын аты? Кеңештин аты. Канча жашы кандай? 5 жаш. Сонда 2 алсы, 5 алсыңбы? Номериңизди айтып коюңуз экен. Номериңизди. 79 мен 0779 менен 39 55 05, а? Кичине бастырып коюңчу. Мына номерин алып бер дегендер. Улагы бар экен, кеңештин аты экен. Ошол номерге чалып, сурасаңыздар болот. Аркасы мына соорусу 2ге бөлүнүп турган жакшы ат экен. 120 миң сом кеми бар дейт. Мына ушул 2 алсы атты 85 миң сомго бербей атам деп атат. Ушул аке, ушул аба. Үйүрүгүн ат экен. Жанагы жайдагы чоң ат. Номерин айтып өттүм бул аттын. Азыр мына жерде бир жерде ушул атты дагы ээсинен баасын сурап коелу, канча деп атат экен. Досум, аттын жашы кандай? Жаза 4 алсы. Каяктын аты? Жалал ат. Номерин айтып койсуңбу? 0771 менен 55 57 36. Улагы барбы жок? Улакка жүгүрөбү? Бар, а? Улагы бар экен, үйүрү бар экен тугандар. Жалал аттын аты дейт. Жалал атта өзү жакшы аттар көп чыгат. Андыктан тугандар чалыңыздар. Аттарды номер менен
номерін бергендердің номерін алып берейін, бербегендер анчамчасы айтпай қойып жатады. Бергендердің иесіне чалып аттарды бағалашып берсеңіздер болады. Азыр бір сіздерге талпаны да тартып көргізелі. Талпа болып қалса тартып қызықты жерлерінен тарта ұстаңдар. Мына жерде бір аттың содасы аябай қызып баштады туғандар. 220 мың сомға алынған аттың үстіне 10 мың сом бош жатады. Қашқа ат, жерде қашқа. Қазір ұшыл ат сатылғайы сіздермен çoğu görülü. Hayvanlar 235 bin sonra çıktı şimdi. Mına şu Kaşgar'a tekin. Hazır bu dağı götürülüp geçişi mümkün. Başkalardan soğuk olsun. Var bana. Мына 235 күн сомға азырқы сатылған жерде қашқа бұл жақта дағы көтеріліп отады бұғасы. Дағы бұл жақта тополоң елдің бары кеткен азыр дағы істеге тартауыз. Соданың қызусын біздің алыста жүрген мекендештер, мұсылман бет туғандар көріңіздер. Мемлекет туғандар 240 мың сомға сатылып қазір қолды есептеп беріп отады. Қазір бұл жақта жүгіріп қап шыққанда тартып көргізөз. Қандай ат екен жашы 3 жасыйда алып деп отшады. Varsa 800 var abi 12 var var olsun nak böyle oldu. Şuraya böyle erkek ne olacak? Мына кетівандар ұшылады 240 мың сомға сатылып кетті. Келеге толпаға аябай жақсы келеді деп мақташты. Кепілдік менен сатылады туғандар. Егерде кірбей қалса алып кеперем деп өгөр қылышты. Ат аябай келішкен жақшады екен, құрчады екен. Жашы 3 жасыйда. Қысқасы туғандар еркекше сода болды бұл жерде.
Бұл атты алған адамға дағы ат насып қылып улақа чапсын аябай. Мына ушыл ат. Мына көк аттың басы 200 мың сом екен. Жашы 2 асыйдағы ат. Ат қаяқтың аты? Шамал Сайд қой. Номеріңізді айтыңызшы аға. 706 51 30 36. 706 51 30 36. Олаққа жүгіру. Бастырыңызшы бе аға? Шамал Сайдың аты екен қоғандар. Жашы 2 асы 200 мың сом беді. Мына кетіп Шамал Сайға жақын аймақтағылар егер сатылға қалса жаңағы номерге чалып қойсаңыздар болады. Скорость жақсы жүрмәді. Мына кетіп ушул атты жашат екен деп отыр. 97 мың сомға бағалап, бағасы 97 мың сомға шықты. Бұрық, мұнаке шул баяны киінген бала қошосын деп атады дағы. Қазір қаншаға сатылады. Сіздермен чоғы көрелі бұл аттың басын. Мұнаке бұл жерде біреу шықты, тоғылық бергіле деп 100 мың сом бергіле деп атады. Қошығы берет деп атады. Бұрық, ал баға бербейі аз көрелі туғандар сіздермен чоғы. Мұнаке жашы жаңа асайдағы ақжал екен. 97 мың сомға аз бағаланып тұрады азыр. Мұнаке ушыл ат. Көк ат. 150 мың сомға сатылып алынып кетті деген бардығына гарантия берді деп алған адам айтып атады. Жайдақ мініп кетіп атады мұнаке. 150. Мұнаке бұл ат уже 97 мыңге плюс 1000 сом қосылды. 98 мың сомға шықты. Бірақ қазір 100 мың сомға шығышы мүмкін. Бұл атты 90-дан аз-маз үстін алған екенлі. Az бұл ат сатылды, аз қанша сатылған сұрап біліп берелі. Мына кетіп ондар мен кәм 100 болып 99 мың сомға сатылып кетті. Анықтан алған адамға насып қылсын бұл аттағы. Мына кетіп ондар азыр сіздерге жылқылардың бағаларын тартып көргөздік. Номеріменен айтқанын айттық. Азыр Құнан базарларды Тарталы, Құнан, Құлын, Тай. Андан кейін бейік өтөбүз. Андан кейінгі шығарылыш, андан бодомалдарға тартабыз. Азыр Құнандарға кеттік. Мына Құнандарға келдік. Башында келгенде ушундай мойын ичке чакчаган бир Құнан турат, ушунун баасын сурап коелу. Канча деп атасың? 100 миң. Құнан ба? Аяқтықы? Местнелі. Номеріңізді айтып қойыз ба? 0778 0778 42 5899 5899, а? Мына ке. Местный Құнан дейді. 100 миң сом. Кеми бар екен. Мына кетіп ондар екінші Құнанды сіздерге тартып көргізелі. Бұл жашы қандай ка? Бұның жашы Құнан ба? Аяқтықы? Қаролдықы. Қаролдықы, өзгендік екен да? Қаншада отасы бас? 100 де отам. Қаншаға бермедіңіз? Сұрауады ба? Жақсы сұрауады. Мәге, еркекті айтты. 100 миң сомға отаткен. Азыр номерін алып берейін, номерін. Номеріңізді айтып қойын? 73 меден. 0773 185650. 185650, а? Ушул номерге чалып қайрылады екен сіздер тұрғандар.
Жашы құнан, жазға бышты дейді. Мына құнанды тартып қойды. Бұның жашы қандай? Құнан ба? Қаяқтықы? 30 атады. Жақшы құнан екен, көрініші дағы чақан ғана. Қаншада отас болсын? 75. Номеріңіз айтып қойыңызшы. 0779. 0779. Daha 779. Дағы 779. 000. Бұл дағы өзгеше номердегі. Шул құнанның несіне çalasыздар. Құнан жақшы екен. Басы дағы жөнді бады айтылып тұр. Қазір қаншаға бербеді сұрап қойылы. Қаншаға сұрады бербедіңіз? 65. 65 бербедіңіз ба? 65 мың сомға берілбеттер. Қазір башқа жылқыларда істеген тартып көргөзөлі. Дағы бұл базарда нелер түшті екен. Жаңа үйренші екен аралап кетті. Мынаке бұл ауамат келішіп жарашып қалып тұр азыр. Ауаматтың басы қанша дейткен сұрақ қойылды. Ава атты қанша да отас? 80 да отас ба? Жашы қандай? Алтасы ба? Мынаке 80 мың да отатын оған. Жашы алтасы да. Мынаке ұшыны жаш жылт екен 100 мың сомға сұры отшат. Kızıganda Beden kızıganda kaygı öteysin. Мынаке бәдәні қызығанда бері отшат 100 мың сом. Veresin. Мынаке тоғандар шарт әрі 105 мың сомға шықты. Veresin. Veresin 105 bin. Beden vergin. Мынаке жаш бойынша бұшты екен тоғандар 105 мың сомға шықты. 105 bin son. Olsun. Haydi lagan sayın bu. Мынаке тоғандар өзіне жараша улағы бар екен. Ушыл жашы 3 асыдағы көк аттың басы арзан әрі 70 мың сомға қойылып тұр. Егерде арзан ат іздегендер болса, çalsаңыздар болады. Номеріңізді шарт айтып қойың әке. 773 миллион 14 89 89 79. 79. Кішіне бастыр қойыңшы. Мынаке тоғандар гириші дағы жақшы дейді. Зарығып сатып атамын деп айтады. Егерде неме болса çalsаңыздар болады. Қиынат екен, а? Жашы қандай екен? Жашы? Құнан ба екен, мына құнан екен жашы. Өзі 150 мың сомда отады екен, азыр 115 деді ба? 115 қылып отады, 115 мың сомға бербей атады дейді. Азыр бұл сауданы сіздерге жүрішіменен таныштыралы. Қаншаға бұл құнан сатылып кетеді. Чоң аттайлы, чоң екен, бір 2-3 асы аттайлы бар екен, чоңдығы дағы. Бұл дағы 2-3 жыл чоң ойса, өзіңіздер елестете беріңіздер. Мынаке бұл тайдың тәге түбі Россиядан келген екен. 115 мың сомға бұл жерде сода жүріп отады. Мына туғандар 1,5 жашта кәлті атайлар екен. Таза қанды қарабайыр жылқының балдары. Азыр бұл жылқының иесінің номерін дағы айтып қойым, ошол бойынша çalsаңыздар болады. 0 қаншалы? 0777 менен 86 6807 номеріне қайрылып қандай да? 1.65 бойы, жашы 1,5 жаш екен. Жаллаттың жылқылары. Басың қаншада отасың беркін? 130 ба? Нарқысыча? 60 мың сом, бұнысы 130 мың сом. 60 мың сомдықты да жанынан тартып қойайын.
Мына еркек тай 1 жаштагы 37 миң сомдо атат экен, азыр 31 миң сом берип атат. Тайларды тартып бер деген биздин туугандар, тайларды тартууну баштадык. Жаш тайлар. Ушул тай 27 миң сомго алынып тур. Еркек тай экен. Мына ушул еркек тай 40 миң сом кеми бар экен. Qancha oldu tay? Qanchada otasın? Aşın akası mınday karşısına 30 kem var. Erkeğe kem 30 bin som kem var dedi. Tayda qanchada otasın? 30 var. Ha, bu da erkek tay eken. 30 bin som kemi var dedi. Mına taqsırgan oturgan erkek taydın bağısı başka jerde 25 bin som kemi var. 1 jaşarga çığılık taylar. Mına kişine taylar 25 bin somdan kemi var dedi. Qanchada otasın? 17 aldım aga. 17 oldu ha? Mineki uşul 17 bin som boluptur. Toydun taylары 15 bin somdan 17 bin somga çeyin boldu degen erkek tay. Ama uşu kişine taylar 17 bin 16 bin somdan boluptur hazır. Çö. Berge kaç oldu taylar? Mına erkek taylar 20 bin somdan kem var deydi. Narkınısı. Bunusu 22 bin somdan kaşka jerde. Mınaki bugünkü bazarga taylar şunday tıkılıp kettir, aябай көп. Tandap alsa bolot. Mınaki tuğanlar sizlerge beylerdin bağların azmaz tartып көргөзүп берип коелу. Бейлер бүгүнкү Özgöndүн мал базарына канчадан болатыптыр? Мисалы үчүн мына көк бие экини туутур, баасы 85 миң сом кеми бар деп атат экен. Мына ушул байтал 54 миң сомго алыныптыр. Бени канчада атасыңар? 70 şaka. Qanchani tuğan? 5 tutuldu. 5 tutuldu ha? Özüңөрдүкү? Быйканы? Qanchaga surады бербедиңер? Suragan ben az kalmadım da. Az kalmadın mı? Номериңди айтып койсуң. Mayli. Айтпаш. 74 milyon. 0774 менен 59 59 30 30 03. 03 ha? Мынакей ушул кээнин ээсинин номерине чалсаңыздар болот. 5 туганбы? Мынакей дыйкандын бескен караңыздар. 5 тууптур. Номерине чалып сураңыздар. Korutasın mı? Ha, canlı yürüyün. Sokma. Mına uşul beylerde 54 ming somdan alыныптыр. Кайра сатабына атат 65 миң сом кеми бар деп сразу коюлуптур. Мына көкпе 60 миң сом кеми бар дейт. Ушуларды бир 52 миң көтөрүп сомго бере берсе керек. Мынакей тоңлар бие дагы аябай көп экен. Бейнин баалары орто эсеп менен 52 миңден мына чоңураак бейлер 85 миң сомго чейин болотуптур баалары. Азыр кулондуу бейлер болсо да бир тартып коеюн. Мынакей тоңлар ушул бие 61,5 миң сом болуптур. Мынакей тоңлар кулондуу бейлер почти жок эсе бир дагы. Кулондуу бей көрүнбөйт экен тоңлар.
bir 80'den üstü болуш керек. Мындай семиздигине карап, кулундун парудасына карап. Менимче. Мына кеткендар бүгүнкү көргөзүүнү биз соңуна чыгарабыз. Сиздер менен мен Замир болдум. Биздин каналга каттала элек болсоңуздар, катталыңыз, жазылыңыздар. Муз ТВ каналы ар дайым жаңы бааларды жана кыймылсыз мүлктөрдүн бааларын, автоунаа бааларын чыгарып турат, жаңы видеоларды. Андыктан биз менен чогуу болуп, биздин каналга катталыңыздар. Бул видео жаккан болсо, класс басыңыздар, саламатта калыңыздар туугандар.